Мен ол жаста қыздың сұлу тәніне қарап ләззат алатындай ересек жаста едім. Менің жеңгеме де оған басқалардың назар аударғаны ұнайтын болса керек. Мен ағамның үйінде тұратынмын. Біздің ата-анамыз ауылда тұратын. Олар мені қаланың мектебінде білім алып, кейін сол жерден университетке түсуімді қалады. Ағамда үлкен жер үйі болатын. Олармен 8-ші сыныптан бері бірге тұрып жатырмын. Ол кезде мен гормондарым ойнап тұрған өтпелі кезеңдемін. Қысқасы, менің 15 пен 19 жас аралығындағы басты мастурбация жасайтын ойларым жеңгем Айғаным мен оның киімдері болатын. Оған үйде жартылай көрініп тұратын түнгі киімде жүру қалыпты жағдай болатын. Бойы 170 сантиметр және кеудесі 2 өлшемдегі жеңгем өте тартымды көрінетін. Толық емес, тым арық та емес, жеңгемнің денесі өте нәзік еді. Және мен де оған тоймастан қарайтынмын. Бұл менің мектептен кейінгі алғашқы жазым еді. Еркіндік. Жаздың басындағы ойымда бос жүріс пен көңіл көтеру болатын. Ішімдік, қыздар, достар дегендей. Расында олай болмады. Ішімдік пен қыздардан басқа үйдің жұмыстары толып тұрды. Ағам күні бойы жұмыстан босамайтын. Сондықтан барлығы мені жұмсайды. Енді не істейсің? Кіші балаларының көретіні осы. Айғаным таң атпастан бөлмеме кіріп, сенің емтиханға дайындалатын ойың бар ма деп ұрса кетті. Айко, дүйсенбіден бастаймын, ал бүгін сенбі, дедім. Окей, онда тұр да маған үй жинауға көмектес деп, менен көрпені жұлып алды. Ал көрпенің астында әдеттегідей менің таң атпай тұрып алатын мүшем бар. Оны көрсетпеу үшін көрпеге жабыса кеттім. Көрпені тартып жатып, түнгі жұқа киімде тұрған жеңгеме көз салып қойдым. Киімімнің ішінен қарайып, анарының ұшы анық көрініп тұр. Тұр, мен сені күтемін деп бұрылды да, бөксесін ойнақтатып шығып кетті. Оның әдемі көтіне сүйсініп жаттым. Ех, қандай сұлу қатын деп тамсандым да, жартылай жалаңаш жеңгемді елестетіп, мүшеммен ойнауға ваннаға кеттім. Душтан соң орамалды орап алып бөлмеме қарай беттедім. Дәлізде тағы да Айғанымен кездесіп қалдық. Үстіндегі киімін әлі де ауыстырмаған екен. Мүшем қайта тұрып кетті. Оған көбірек қарап қалу үшін уақыт созайын деп, маған қандай шаруа дайындап қойдың дедім. Жеңгем тоқтады да, ауланы сыпырып таста, сосын ауланың артында тазаласаң болады, деді. Көрініп тұрған анарының ұштарынан көзімді алмастан, жақсы, қазір қиынып алайын деп жауап бердім. Мүшемнің тұрғаны көріне бастағанын сезіп, бөлмеме қарай кеттім. Күн ыстық болып тұрғасын, футболка мен шорты кидім. Шорты кең болады, сондықтан ыстық болмасын деп, дамбалды кимеуді жөн көрдім. 1 сағат жұмыс істеген соң далада 30 градус ыстық болып кетті. Біраз су ішіп, көлеңкеде дем алайын деп үйге кеттім. Бүгін тым ыстық болып тұр, деді жеңгем. Ол әлі де түнгі киіммен жүр екен. Отыра тұр, мен қазір су алып келейін. Рахмет, Айко. Қатты босаңсып кетпе, әлі саған көп жұмыс істеу керек деп суын ұсынды. Мен де үйде жұмыс жетеді, қараңғы түспей бітіріп алғым келіп тұр. Жеңгемнің үй жинап, шаң сыртып, шаң сорғышпен үй тазалап жүргенін қарап, асықпай су іштім. Күн сәулесінен жап-жарық болып тұрған үйде оның анары анық көрінеді. Анда-санда Айғаным жоғарыға созылғанда, киімнің астынан көті де көрініп қалады. Онсыз да осында отыр екенсің, маған көмектессең болар, деді жеңгем. Әрине деп жауап бердім. Жеңгеме тамсанып, әрі көлеңде жұмыс істеу мүмкін болып тұрғанда, күн ыстықта сыртта жұмыс істеп не бар, не істейін?
Сөрелердегі шаңды сүртеміз. Маған жоғары сөрелердегі заттарды алып бер, деді жеңгем. Заттарды сүртіп, оларды үстелге қоя бастады. Ал мен жоғарғы сөрелерді сүрттім. Айғаным орнынан тұрып сүрткен заттарды орнына қою үшін маған қайта бере бастаған. Мен ерекше бірдеңе байқадым. Айғанымда труси жоқ екен. Бұл оның түнгі киімінен анық көрініп тұрды. Мүшем оған ілесе бір сүлкініп, толықтай тұрып кетті. Енді заттарды орнына өзің қоясың, ал мен ортаңғы сөрені тазалаймын, деді жеңгем сөрелерге ауысып жатып. Ол жұмыс істей бастағанда, оны көтені менің саныма тиіп тұрды. Мүшемнің тұрып кеткенін жасыру үшін артқа шегінгендей болдым. Бірақ сонда да мүшем жеңгемнің көтіне тиіп тұрды. Біз заттарды сүртіп, қайта орнына қойып жатқанда, оның көті менің мүшеме қайта-қайта жанаса берді. Және әр жанасқан сайын ұзағырақ тиіп тұрды. Бір кезде айғаным шүберегін түсіріп алды да менің мүшеме жанасқан күйі төменге еңкейді. Бітіріп жібере жаздадым. Ағамның әйелі не істеп жатқанын және оның маған қалай әсер ететінін түсініп тұрғаны анық. Осыдан кейін айғаным шүберегін бірнеше мәрте түсіріп алды. Жеңгем төменгі сөрелерді тазалауға кіріскенде, оның беті менің мүшемнің деңгейінде тұрды. Оның менің шортайымнан дөңес болып тұрған мүшем мен ол суланғаннан пайда болған белгіні көріп тұрғаны анық. Кейін ол еңкейіп сөрені сүрте бастады. Әлсін-әлсін заттарды алу үшін еңкейіп те қояды. Әрине, осы сәтте қысқа түнгі киімі ашыла түсіп, көтені анық көріне кетеді. Осының бәрі қайта бара жатқанын түсінген мен оған нақты сенімді болмадым. Сондықтан шортемнан мүшемнің басы көрініп тұратындай сәл түсіріп қойдым. Мына жер бітті, деді жеңгем күтпеген жерден. Әлі де шкафқа еңкейіп тұрып, қалай тап-таза болып тұрғанын қарашы, деді. Мен айғанымның артына тізерлей отырдым да, оның үстінен асып қарауға тырыстым. Сол кезде менің мүшем оны көтіне дәл тиіп тұрды. Керемет, дедім мен. Жақсы тазаланған ба, әлде көтінің әдемілігін айтқанымды білместен. Маған да солай сияқты, деп біртүрлі дауыспен жауап берді. Осы кейіпте біз бірнеше секунд шкафты қарап тұрдық. Менен не күтіп тұрғанын түсіндім. Шортайды төменге түсіріп, мүшемді жеңгемнің көтінің тесігіне қарай жақындаттым. Барлығы орнында тұрғанына сенімдісің бе, деп сұрадым. Барлығы емес, деп қолын артқа жіберіп, киімін жоғары көтеріп жіберді де, бір маңызды зат орнында емес, деді. Күлімсіреп мүшемді күнтемесінің алдына апардым. Жеңгем де маған қарай қозғалып, суланып тұрған күнтемесін мүшеме сүңгітіп жіберді. Енді бәрі орнында, деп ыстық дем алды. Осы сөздерімен ол менің мүшемді арлы-бері қозғала бастады. Мен үйдегі бұндай жұмыстан шокта болдым. Жеңгем қатты дем алып, ыңқылдай бастады. Бірнеше минуттан кейін мен бар күшіммен жылдамдықты арттыра түстім. Ол қаттырақ ыңқылдай түсті. Мен шыдай алмай ішіне ағызып жібердім. Біз ентігімізді басып жатқанда айғаным, бізге бірге үйді жиі жинап тұру керек, деді.